Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге өзімді таныстыра өтейін. Аты жөнім Жұлдыз Дәулеткерейевна, мамандығым медсестра. Сіздерге скрининг жайлы шағын ақпарат бере өтейін. Скрининг дегенімізде адамдар ойлайды, ол ақылы деп ойлайды, немесе оны өту маңызды емес деп ойлайды. Скрининг ол өте маңызды. Сіздерге сол жайлы айта өтейін. Скрининг бұл аурудың белгілері әлі болмаған кезде ісікті ерте сатысында анықтау мақсатында жүргізілетін медициналық профилактикалық іс-шараны айтамыз. Ерте сатысында анықталған ісік ол толық емделуі мүмкін. Кейінгі кезеңдерде аурудың белгілері болған кезде және ісіктің таралуы мүмкін болған кезде оны емдеу күрделене түседі. Сондықтан ісікті ерте сатыларда оның таралуына дейін анықтау және емдеу өлім-жітімді азайтады. Көбінесе ісік әрдайым ерте кезеңдерде анықталмайды және науқас өзін жақсы сезінеді, оның ешқандай симптомдары болмайды және де дәрігерге қаралуды ойламайды. Скринингтен өту ол қатерлі ісікке күдік бар дегенді білдірмейді. Қазақстанда нақты аурулар бойынша және белгілі бір жас топтары үшін скрининг бағдарламалар бар. Ол және тегін. Скрининг түрлері: сүт безі қатерлі ісігі 40 жастан 70 жасқа дейінгі әйелдер өтеді, жатыр мойны обыры 30 жастан 70 жасқа дейінгі әйелдер өтеді, колоректальды скрининг 50 жастан 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер өтеді. Скринингті өту бойынша мекенжайыңыз бойынша тіркелген емханадан тегін өте аласыз. Алдын алу, ерте диагноз қою қатерлі ісікпен сәтті күресудің негізгі компоненттерін екенін түсіну керек. Қатерлі ісікті ерте анықтау бұл өмірді құтқарады, өмір жасын ұзартады және пациенттердің шығындарын азайтады. Скринингтен жалпы өтіп жүріңіздер. Сізде скрининг бар ма жоқ па, оны да біліп жүріңіздер. Скринингтен қашпаңыздар, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, бақыттық, баяндық ғұмыр кешіңіздер. Егер де ақпарат пайдалы болса, менің каналыма подписаться етіп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.